Бар екен де жоқ екен, баяғы заманда Асан мен Қасен деген екі дос болыпты. Екеуі де күйде адамдар болған екен. Асан жеріне егін, Қасен өзінің малын бағып күндерін көріпті. Бұл шапалақта шаш. Ержанат қой. Қане жұмысқа кірісейін. Неге досым келе жатыр? Асан! Досым! Екеуміз жан деген жолда түйдік қой. Мал жанымыз бір емес пе? Менің егіндік жерінің жартысы сенікі болсын. Қолға кетпен алып, еңбекем. Рахмет, бұл жақсы. Ешқашан. Сол күннен бастап Қасен де егін салып тіршілік бастады. Қайған жүрдіңіз, ай! Қане жұмысқа кірісейін. Не болды екен? Bu ne olacak? Karşılattım. Hasan. Hasan kondukör. Hasan şişe. Hasan. Hasan. Ne oldu dostum? Benim bir genceliğimden altın tavladım. Ben çünkü geldim kapıdayım. Oo altın. Oo yok. Ben seni adamdığında bileyim Hasan. Bırak bu altın meniki емес. Men de senin bileceğim yüzündeki silkeninde bileyim. Bırak bu altın meniki емес. Meniki de емес. Meniki de емес. Қайтадан ақыл сұрай. Иесі. О, Корея.
досыма келсем, бас тартты. Мен бұл жерді Қасенге бергенмін. Ол жерде алтында менікі. Ол менікі емес. Ол менікі де емес. Тоқтаңдар. Қандай ойласайық? Менің орнында болса, мынау кісілерді дауыс қалай шешер едім? Жер бетіндегі абаның иесі хан емен апарып бер дер едім. Ал сенші не дейсің, қарағым? Даулас хандар еспен өліп бүйтіп, мен оны өзім қалай едім, иә? Ал, сен не? Сен не дейсің, қарағым? Артық сөзім болса, айып етпен сұқтасым. Мен салтымды жұмсап, құм далаға гүл шымытып, сәуі бақ ұсырер едім. Мынау алтындағы ең жақсы тұқымдарды сатып алып, өзің айтқан бағымды өсір. Рахмет сізге, ұстазым. Жолың болсын, балам. Аумин. Mesin, şurası kolunu da aldım. Hani тоқтаңдар. Қанаға берді. Қатты сөйле даусын. Hani қымыз алып келіңдер. Қандай тамаша! О тақсыр, бейшара құстарды шық қинаған кім? Қайда оны апарып жатырсыз? Біз хан сарайына барып жатырмыз. Бұл құстар үшін бізге 500 теңге береді. Мен 1000 теңге берсем, сіз бейшара құстарды жібересіз бе? Мана 1000 теңге. Бұл алтын ғой, вах.
Қандай тамаша. Мен не істеп қойдым? Басқа біреудің қаннасын өзімнің ойыма келгенім жұмсағаным қалай болды екен? Енді мен не істеймін? Не істеймін? Уай, кемпейік, жас жігіт, сен қайғырып қалма,
Уже görüntü koyalım. Ал енді мінекей жарқыраған қала салынды. Ғажайып бақ әрі ғажайып қала салынды, иә, Астана деген.